жақсы еске түсірсек, онда тексеріп көрейік. Ақпарат өлшеу бірлігі бізде бит, байт, килобайт, мегабайт және тағы басқалары. Бит деген ақпараттың ең кіші өлшем бірлігі. Және 1 байт ол бізде 8 битке тең. Келесі мына суретке назар аударайық. Бұл жерде бізде килобайт, мегабайт берілген барлығы, және оның өлшем бірліктері қандай екен. Және төменгі жағында қалай аудару керек. Мысалы, байтты килобайтқа айналдыру үшін біз оны 1024-ке бөлеміз. Керісінше килобайтты байтқа айналдыру үшін 1024-ке көбейтуіміз керек. Дәл сол барлығын сондай тізбек бойынша орындаймыз. Алайда информатикада ақпаратты өлшеудің екі тәсілі бар: ықтималдық және алфавиттік. Ықтималдық ұғымда ақпарат кездейсоқ оқулардың нәтижесі, яғни хабарлама түрінде қарастырылады. Мысалы, ит мысықты қауып алды десек, ол бізге дағдылы болғаннан кейін ешқандай назар аудартпайды. Күнделікті ит пен мысықтың арасындағы тіршілік. Ал керісінше, мысық итті қауып алды десек, яғни мысық итті талап тастады десе, онда бұл ақпарат барлық газеттерге, инстаграмға шығып кетеді. Бұдан қандай қорытынды жасауға болады? Жиі дағдылы оқиғалар аз ақпарат әкеледі бізге. Ал керісінше, сирек, яғни тосын оқиғалар жоғары ақпараттық мазмұнда болады. Демек, ақпарат пен ықтималдық арасында кері пропорционалды байланыс бар деген сөз. Енді алфавиттік өлшем қалай болады? Ең алдымен алфавит дегеніміз не екенін еске түсірейік. Алфавит ол әріптер, таңбалар, цифрлар, жақшалар және тағы басқа символдар жиынтығы. Алфавиттің қуаттылығы енді. Ол бізде n әрпімен белгіленеді. Алфавитте қолданылатын символдардың саны. Мысалы, 42, n42, бізде ол қазақ әліппесінің санын көрсетіп тұр. Орыс әліппесінің, ағылшын әліппесінің және екі санау жүйесінің әліппесін көрсетіп тұр. Енді бұны америкалық ғалым инженер Ральф Хартли ең алғаш олардың бірі болып осыны зерттеген. Осы ақпарат өлшемін қалай өлшеу керек екенін зерттеп, 1928 жылы осы формуланы ойлап тапқан. Бұл формуланы Хартли формуласы деп атайды. Ол формуласы n тең 2i. Осыдан шығатын n дегеніміз алфавиттің қуаттылығы, i қолданылып жатқан алфавиттегі бір символдың салмағы. Бір символдың салмағы бізде